Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге 910-шы салық декларациясын қалай тапсырамыз, қай портал арқылы тапсырамыз, сіздерге тапсырып көрсетіп үйрететін боламын. Біз ол үшін кабинет салық кезет порталына кіреміз. Кірген соң мен кіріп тұрмын ЭЦП кілтіммен. Бірінші мынау регистрационный данныйдан ИП-ның қашан ашылғанын барлық данныйын көріп аламыз. Одан соң лицевой счетты қараймыз. Қанша айға төлем төленді, қанша айға төленбей қалды көреміз. Лицевой счет. Мінекей бұл жерде 3 айға төленген. Апрель айында ашылған, яғни сәуір, мамыр, маусым айлары үшін төлем жасаған. Минималка төлем. Бұл кісі бізде декретке шығып отырған кісі, осы кәсібін ашып декретке шығып отырған кісі. 3 айы толық және 101-202 КБК кодында 7500 теңге ғана. Салық отчетынан кейін біз тапсырып үйрететін боламыз. Ол үшін формы дегенге барамыз. Заполнение новой формы, ФНО дегеннің ішінен 2023 жылды таңдап аламыз. Бірінші жарты жылдық үшін тапсыратын боламыз. 910. Бұл порталдан бірінші полугодияны таңдаймыз. 2023 жылы біз қаңтар және маусым айлары аралығындағы 6 айлық отчетты тапсырамыз. Бухгалтер не ведет. Очередной, бұса очередной бірінші рет тапсырып тұрса, первоначальный. Бұл кісі бірінші рет тапсырып тұр. Сол себептен первоначальный таңдаймыз. 910 салық отчетін таңдап алдық. Мінекей, резидент Республики Казахстан деген таңдаймыз. Біз касса бойынша немесе банковский счеттар арқылы сіздерге қандай табыс түседі, сол табысты жазатын боласыз. Доход деген жерге 1,481,000 теңге табыс болған бұл кісіде. Бұл кісі кассамен жүргізсе, наличный путем деп наличный қолма-қол дегенді таңдайтын боламыз. Сол жерге қайталап жазамыз табысымызды. Егер сізде жалпы табысыңыз 1,481,000 болса, бұл табыстың жарты бөлігі счет арқылы жаратсаңыз, безналичный расчет дегенге бөліп жазасыз. Счет фактураларыңызға қарап жазатын боласыз. Ал наличка болса, наличканы касса арқылы ұрғаныңызды бөлек жазатын боласыз. Келесі, мына жерде автоматом есептеледі. Енді келесі екінші бетіне өтетін боламын. Екінші бетінде біз алғашқы 3 айда бұл ИП жұмыс жасамаған. Сол себептен 0 қоямыз. Келесі айларға біз әлеуметтік аударым бойынша не төледік? Социальный отчисление, яғни соны жазып шығамыз табысты. Мінекей, астына 910-013 қатарға автоматом түседі. Келесі біз пенсионный бойынша минималкамен төледік. Жоқ, алғашқы 3 айда ешқандай төлем болған жоқ. Сол себептен алғашқы 3 айына біз 0 қойып шығамыз. Келесі айларға табысымызды көрсетеміз. Мінекей. Келесі бізде медстраховка. Медстраховкада дәл солай. Алғашқы 3 айына 0, 4 айдан бастап біз минималкамен төлем жасадық. 4900 теңгеден жарна төледік медстраховкаға. Мінекей толтырып шықтық. Келесі 4-ші бетті толтырамыз. 4-ші бетте егер жұмысшыңыз жоқ болса, жұмысшысыз болсаңыз 4-ші бетке өтіп кетесіз. Бұл жерден өзіңіздің қай ауданға тіркелгеніне, жеке кәсіпкерлігіңіз соны таңдайсыз. Екіншісіне прописка бойынша таңдайсыз. Өзіңіздің КБК кодыңызды таңдайтын боласыз. Мінекей выбрать. Таңдап шықтық. Енді проверить заполнение. Ошибок нет деп тұр. Окей. Отправить ОГД деп біз салық отчетымызды осылай өзіміздің ЭЦП кілтімізді таңдап алып жіберетін боламыз. Паролін енгіземіз. Так, бізде паролін енгіземіз. Мінекей. Окей, келесі біз отчетымыз тексереміз журнал форум дегеннен. Егер салық отчетымыз дұрыс тапсырылған болса,
міне отправесулус деп тұр, разнесена болып шығады. Отчетымыз дұрыс болған жағдайда. Осылай біз өзіміздің отчетымызды жіберіп тексеріп отыратын боламыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Егер сіздерге осы салық отчеты бойынша қиындық тудырса, қандай жағдайлар болғанда қалай болады, төлем қалай жүргізіледі деген сұрақтарыңыз болса, мен сіздерге көмек бере аламын. Яғни өзімнің жеке WhatsApp номерімді қалдырып кететін боламын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Штрафқа ілігіп қалмай, уақытылы отчеттарыңызды сенімді адамға тапсырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.